Ахаңда төрем деп өткен Бәдірисафа зор құрметке лайық. Айгүл Исмақова, филология ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы ғалым, сұхбатты алушы Мәриям Әбсаттар. Алаш арыстарының қай-қайсысы болмасын, аузына аллана алмай бисмилля демей сөз бастамаған ғой. Олардың өлеңдері жалпы шығармаларынан шариғаттың иісін аңқиды. Сіз арыстарымыздың өміріне қатысты деректерді біршама зерттеген ғалымсыз. Аталарымыз дінді қаншалықты ұстанған? Әлекеңнің де, Ахаңның да жарлары өзге ұлт өкілдері болды ғой. Бірақ бір қызықты қараңыз. Ахаңның жары Бәдірисафа 5 уақыт намазын кеңес кезінде де қаза қылмаған кісі болыпты. Негізі ол кісінің шын есімі Александра болған. Ал Бәдірисафа деген атты некелескен кезде Ахмет Байтұрсынов өзі таңдап берген. Бұл есімнің мағынасы арабшадан аударғанда толық ай дегенді білдірсе керек. Некелескен күннен бастап ол қазақылықты, исламды қабылдап Ахаңның атын атамай төрем деген. Басынан жаулығын тастамай, қайын жұртына тегіс сәлем салып, өлгенше намазын тастамаған. Ал Әлихан Бөкейханов еврей ұлтынан әйел алды. Еврейлік масондық ұйымының мүшесі болды. Қазақ жеріне саяси қауіпті деп аластатылған Әлихан жолдасы еврей болғандықтан болар, ол Мәскеуде қаншама жыл өлімнен аман қалды. Еврейлік масондық ұйымға мүше болуы да сол әйелінің әрекеті. Оның бар көздегені Әлиханды қызылдық құрбандықтан алып қалу болды. 1927 жылдан 1937-ге дейін Әлекең Мәскеуде үй қамауында болып, бір бөлмелі пәтерден шығарылмаған. Қызы Елизавета мен немересі Ескендір өз қолында тұрды ғой. Соны күйеу баласы Смағұл Сәдуақасовпен кездестіргенде де желкесінде жендеттер тұрыпты. Атасы да әкесі де халық жауы болып атылып кеткенде, солардың атына жағылған қара күйені кетірмек ниетпен Ескендір небәрі 15 жасында соғысқа өз еркімен аттанып, сонда қаза тапты. Ал осының бәрі ананың тәрбиесі болмаса қайдан келді? Еврей ұлтының қызы болса да, қызын одан туған немересінде осындай тектілікті үлгі етіп тартқан осы ана емес пе? Әйелі текті болмаса, Әлихан Бөкейханов осындай тұлғалық істердің басында болар ма еді? 10 жыл үйде отырғанда оған дейінгі Әлекеңнің қазақ үшін, Алаш партиясы үшін жасап жатқан істерін жары түсінбесе, яғни үй ішінде түсіністік болмаса, қайдағы тұлғалық болуы мүмкін? Яғни, Алаш ардақтыларының өзге ұлтқа үйленулерінде бірінші мақсат өзара түсінісу мәселесі ме? Ол ғана емес, ең бірінші саяси қажеттілік. Ұлтшыл деп кінәлаған заманда олар орыстан әйел алуға мәжбүр болды. Осы үрдісті Мұхтар Әуезов те жалғастырып, Валентина Николаевнаға қосылып, Фатима Ғабитоваға қарайласуы тегін емес. Қасіретті заман ғой, өздерінің қыр соңынан қалмай тексеру жүргізген 3 әріптен қорған іздегеннен туған әрекет деп ойлаймын. Әйтпесе ол кезде де Нәзипа Құлжанова секілді қазақтың оқыған білімді қыздары болды емес пе? Бірақ әйелі басқа ұлт өкілі болды деп біз асылдарымызды кінәламауымыз керек. Өз басым, Әлиханды құрметтеген жары Ахмет Байтұрсынұлына өлгенше төрем деп өткен Бәдірисафа секілді әйелдер қазіргі көркем әдебиеттің басты кейіпкерлері бола алады деп айтар едім. Себебі олар еврей ұлтының өкілдері. Орыс болса да біздің алаш ардақтыларын азамат ретінде сыйлап қадірін түсінген және олардың тұлғалық істеріне тірек бола білген. Расында Фатима Ғабитова апамыз бір емес 3 бірдей қазақ зиялысының ұрпағы мен мұраларын сақтап қалды емес пе? Мұхтар Әуезовтің Фатима апамызға қарайласуы Ілияс Жансүгіровке деген құрмет. Тұлға рухының алдындағы аманат қой. Негізі Мұхаң Алаш арыстарының аманатын арқалап қалған тұлға. Онысын бірақ ешкімге айталмай тек ісімен білдірді. Ілиястың отбасына қарайласып, Смағұл Сәдуақасовтың жұбайы, яғни Әлихан Бөкейхановтың қызы Елизаветаны 1950 жылдары тауып алып Мәскеуде араласып тұрды. Мұхаңның мұражайында қазір Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров пен Смағұл Сәдуақасовтардың анкетасына берген жауаптары, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романының сиямен жазылған кесілген қолжазбасы тұр. Бұл деген өте құнды құжаттар. Соны Мұхаңға берген Әлекеңнің қызы Елизавета. Кеңестік кезеңде ондай дүниелерді Мұхаңның сақтап жүргенін көрмек түгілі естісе болды көзін жояр еді. Басы қатерге тігілетінін біле тұра соларды үндемей сақтап, осы күнге жеткізген Мұхтар Әуезовті
атылып кеткен алаштықтар мен қазіргі алашты зерттеуші ғалымдармен жалғастырып тұрған Мәмбет Қойгелді айтқандай алтын көпір демей не дейміз? Алаш зиялылары деген кезде біз тек қана ер азаматтардың атын атаймыз, ал бірақ Нәзипа сынды алашқа қызмет еткен қазақ қыздары болды емес пе? Неге олар жайлы көп айтылмайды? Неге бірде-бір еңбекте алашқа қызмет еткен әйел затының аты көрсетілмейді? Дұрыс айтасыз, ол кезде сауатты, көзі ашық қазақ қыздары болды. Өзіңіз айтқан тұңғыш журналист Назипа Құлжанова, Міржақып Дулатовтың жұбайы Ғайнижамал апамызда сондай бір өте сауатты, оқыған-тоқығаны көп кісі болған. Мұсылман дініне қырғидай тиіп, діншілдердің басын кесіп жатқан тұста Назипа 5 уақыт намазын қаза қылмай, басынан топысын, тақиясын тастамай жүрген қазақ әйелінің зиялы үлгісін қалыптастырған тұлға. Бірақ алаш ардақтылары саяси сергелден кезінде әйелдердің басын аман алып қалу үшін олар тек мәдени ағарту қызметін атқарды деп бар саяси ауыртпашылықты өз мойындарына алғанға ұқсайды. Мәліметтер Мәриям Әбсаттардың «Алаш зиялыларының соңғы сөзі» атты кітабынан қысқартылып алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.